Жеке сөйлемдер мен мәтінді бір-бірінен ажырату, мәтіннің тақырыбы және ондағы негізгі ойды анықтау. Балалар алма бағын аралады. Көктемде құстар туған мекеніне оралады. Нұрасыл әжесіне көмектеседі. Табиғатты қорғау біздің парызымыз. Бұл сөйлемдер. Сөйлемдердің мағынасы әртүрлі. Олар мағына жағынан бір-бірімен байланыспайды. Сәкен 2-ші сыныпта оқиды. Ол үлгілі оқушы. Сабағын өте жақсы оқиды. Тәртібі өте жақсы. Сәкеннің атасы мен әжесі бар. Оларды ол сыйлайды, үнемі көмектесіп жүреді. Оның достары да көп. Достарымен де тату. Бәрі әдептілігі үшін Сәкенді жақсы көреді. Бұл мәтін. Мәтін мағына жағынан байланысқан бірнеше сөйлемдерден құралады. Бұл мәтінде Сәкеннің бойындағы жақсы қасиеттері туралы айтылады. Сондықтан бұл мәтінге жатады. Оған әдепті бала деген тақырыпты қоюға болады. Мәтіндегі негізгі ой Сәкеннің әдептілігі. Мәтіннің мазмұнына сай ат қою. Мәтінге, сюжетті суреттерге ат қою. Мәтін мағына жағынан байланысқан екі не одан көп сөйлемнен құралады. Мәтіннің мазмұнына сай ат қоюға болады. Ол мәтіндегі негізгі ойды ашып тұрады. Нұрасыл мектептен келді. Қолын жуып тамақтануға отырды. Ыдыстарды жуып, үйді жинады. Содан соң сабағын оқуға отырды. Анасы оған риза болды. Нұрасылды құшақтап, бетінен сүйді. Бұл мәтінде Нұрасыл туралы айтылған. Ол әдепті бала екені баяндалып тұр. Ендеше бұл мәтінге әдепті бала деп ат қоюға болады. Келесі мына мәтінді тыңдайық. Сәкен жазғы демалыста ауылға барды. Ауылдың табиғаты да әсем. Айнала көк шалғын, қалың тоғай, сылдырлай аққан тау өзенінің суы да таптаза. Су түбіндегі ұсақ тастар мөлдіреп көрінеді. Ол күнге қыздырынып, суға шомылды. Атасы мен әжесіне көмектесті. Демалыс көңілді өтті. Бұл мәтіннің мазмұнына сай ауылда немесе көңілді демалыс деп атауға болады. Мәтін құрылымын байқату. Негізгі ойды беру формасы сөйлем екені, мәтіннің басқа, ортаңғы, негізгі, соңғы қорытынды бөліктері болатыны. Сурет сабағы болып жатыр. Мұғалім еркін тақырыпқа сурет салуды тапсырды. Дәурен қолына қарандашын алды. Оның көз алдына жақында өзі көрген тиын елестеді. Әсіресе үлпілдеген әдемі жүндерімен жылт-жылт еткен көздері қандай сүйкімді. Дәурен асықпай тиынның суретін сала бастады. Сурет мұғалімге де, басқа балаларға да ұнады. Тірі тиыннен айнымайды ғой, деп бәрі таң қалды. Бұл мәтін. Мәтіннің басталуы, негізгі бөлімі және соңы болады. Сурет сабағы болып жатыр. Мұғалім еркін тақырыпқа сурет салуды тапсырды. Бұл мәтіннің басталуы. Дәурен қолына қарындашын алды. Оның көз алдына жақында өзі көрген тиын елестеді. Әсіресе үлпілдеген әдемі жүндерімен жылт-жылт еткен көздері қандай сүйкімді. Дәурен асықпай тиынның суретін сала бастады. Бұл мәтіннің негізгі бөлімі. Сурет мұғалімге де, басқа балаларға да ұнады. Тірі тиыннен айнымайды ғой, деп бәрі таң қалды. Бұл мәтіннің соңы. Мәтіндегі абзацты аңғарту. Мәтін бірнеше бөлімдерден құрылады. Әрбір бөлім абзац деп аталады. Абзац
жаңа жолдан бастап жазылады. Мысалы, мына мәтінді қарастырып көрейік. Мейірім. Менің анам мейірімді адам. Бір күні көшеде Серікті кездестіріп қалдық. Анам Серікті басынан сипап, жаңа ғана дүкеннен сатып алған кәмпиттерді беріп жатты. Серік бұзық бала. Кеше мені аяғымен бір тепті. Мен де тебер едім, бірақ анамның төбелесу жаман адамның әдеті деп үнемі ескертетін сөзі есіме түсті. Онымен төбелеспедім. Сол есіне түсіп, Серік ұялды ма, әлде анамның мейірімділігі жұмсартты ма? Кешке кел, бірге ойнайық, деді маған. Бұл мәтін 4 абзацтан тұрады. Әр абзац жаңа жолдан басталып, жазылып тұр. Әр абзац жаңа ойды білдіреді. Сондықтан оны жаңа жол деп те атаймыз. Мәтіндегі сөйлемдердің байланысы. Дұрыс құрылмаған мәтінді қайта құру. Әр алуан мәтін түрлерін аңғарту, әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Мәтіннің әр алуан түрлері болады. Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Әңгімелеу мәтіні баяндалатын оқиғаны ретімен әңгімелейді. Мысалы, мына мәтінді қарастырайық. Қолғанат. Бір күні Құралайдың әжесі ауырып қалды. Құралай телефонды алып, жедел жәрдемді шақырды. Жедел жәрдем тез жетті. Дәрігер дәрі жазып берді. Құралай дәріханадан дәрі алып келді. Әжесіне дәрісін ішкізді. Таңқураймен шәй берді. Әжесі жіпсіп терледі. Құралайға риза болған әжесі: «Қолғанатым менің», деп бетінен сүйді. Міне біз Құралайдың әжесіне қалай көмектескенін ретімен баяндаған әңгімені оқыдық. Бұл әңгімелеу мәтіні. Мәтіндегі сөйлемдер дұрыс байланысып, түсінікті түрде ретімен баяндалып тұр. Пайымдау мәтіні оқиға, құбылыстардың себебін дәлелдейді. Мысалы, Авар өзені. Грецияда Авар деген ғажайып өзен бар. Бұл өзен 6 сағат бойы кері артқа қарай ағады. Бір тәулікте өзінің бағытын 4 рет өзгертеді. Ғалымдар бұл ерекше құбылысты Эгей теңізіндегі судың тасуы мен азаюына байланысты деп түсіндіреді. Бұл пайымдау мәтіні. Табиғаттағы ерекше құбылыстың себебін дәлелдеп отыр. Сипаттау мәтіні зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайды. Мысалы, қар барысы. Қар барысы ірі жыртқышаң. Денесі ақшыл сұрғылт түсті, ал төс, қарын тұсы ақшыл болады. Денесіндегі теңбілдері барысты тас түстес шұбар етіп көрсетеді. Денесі қайратты, тырнақтары үшкір, жүндері ұзындау, жұмсақ және тығыз. Қар барысы егеменді еліміз Қазақстанның символы екені барлығымызға белгілі. Мәтіндегі сөйлемдер бір-бірімен мағыналық жағынан байланысуы керек. Мәтіннің мазмұны тақырыбына сай болуы керек. Мәтіннің құрылымы, басталуы, негізгі бөлім мәтіннің соңғы ретімен баяндалуы керек. Дұрыс құрылмаған мәтін тақырыпты ашпайды. Мәтіндегі негізгі ойдан алшақтап кетеді.